Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы климаттың өзгеру себептері. Шылаулардың ерекшелігін ескере отырып, үндестік заңына сай олардың тіркесуі. Бірінші кезекте климат сөзіне анықтама бере кетелік. Климат дегеніміз не? Климат белгілі бір жердегі ауа райының көп жылдық режимі, яғни осы жерде болуға тиісті ауа райы жағдайларының жиынтығы мен оның бірізбен өзгеріп отыруы. Сабақ негіздеген оқу мақсаттары: жалғаулар мен шылаулардың ерекшелігін ескере отырып, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазу. Бағалау критерийі: жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды орындай алады. Сабақ барысында тыңдаушының назарын өзіне аудара алады. Сабақ барысында қолданылатын ресурстар: оқулық, суреттер, топқа бөлуге арналған кеспе қағаздар және әртүрлі заттар, топтық тапсырмалар, кері байланыс пен стикерлер. Сабақ барысындағы топтық жұмыстан көрініс: оқушылар топтық жұмыста бірлесе бірге отырып, белгілі тақырып бойынша жұмыс жасайды. Топтық жұмыстан көрініс: оқушылар белгілі тапсырманы топ басшысына кеңес бере отырып, бірлесе отырып, ақылдаса отырып жасайды. Бұл әдіс, яғни топпен жұмыс істеу, ынтымақтастықты, бірлестікті дамытады. Алдыңғы оқу: ауа райы болжамдары, яғни халқымыздың ауа райына қатысты болжамдары. Жоспарланған уақыт: басталуға 5 минут беріледі. Ұйымдастыру кезеңі 2 минут. Сыныптағы психологиялық ахуалды қалыптастыру 3 минут. Өзі туралы кластер, яғни тренинг. Оқушылар танысу үшін өздері туралы кластерлер құрастыру керек. Олар парақтың ортасындағы шеңберге өз есімдерін жазып, одан таралатын шеңберлерге өздерінің өміріне маңызы бар 5 негізгі рөлін жазды. Мысалы, жанұяның еркесі, адал дос, тағы да басқалары. Бағалау түрлері: өзі туралы кластер, тренинг, қағаздар және қалам. Білу және түсіну. Білу және түсіну: берілген мәтіндерді балалар оқып алады. Бірінші тапсырма: оқылым. Мәтінді оқыңдар. Мазмұны бойынша өз пікірлеріңді ортаға салыңдар. Екінші тапсырма: ақын апамыз Фариза Оңғарсынованың өлеңін тыңдап, арал, кеше және бүгін тақырыбында пікірлесіңдер. Әдеби тіл нормасы: шылаулардың үндестік заңына сай тіркесуі. Үшінші тапсырма: деңгейлік тапсырмалар. Бөлімдік, жиынтық бақылау жұмысы. Үйге беретін тапсырма 4-ші және 5-ші жаттығулар. Бағалау: бөлінетін уақыт 5 минут. Кері байланыс. Рефлексиялық шеңбер: оқушылар шеңберге тұрып, төмендегі сұрақтарға жауап береді. Сабақ барысында көңіл күйіңіз қандай болды? Неліктен? Бүгін не білдіңіз? Сіз үшін не жаңалық болды? Сабаққа қатысуыңызды қалай бағалайсыз? Сабақта қандай қиындықтар туындады? Сабақ аяқталғанда көңіл күйіңіз қандай және неліктен? Сіздің пікіріңізше, қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды? Оқытуды да ескеріңіз. Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымды жетілдіруге көмектесетін не білдім?